Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, қалайсыздар? Екінші нұсқа география бот тест талдау 26 сұраққа жеткен болатынбыз. Жер бетіндегі халық саны, яғни 2012 жылғы мәлімет. Бізге сұрақ осы 2012 жылы қанша болды деген. Жалпы енді осы жақында ғана 8 миллиард болғанымыз туралы хабарланған болатын, иә. Енді жалпы халық саны бойынша мәліметтерді қарастырайық. Жалпы халық саны зерттейтін ғылым демография деп аталады, иә. Жалпы халықтың саны артуы туралы мәліметтерді беретін ғылымның түрі. Жалпы енді мына жерде әлемдегі топ 10 мемлекетті айтып кетейік, яғни халық саны бойынша алғашқы ондықтағы. Әуелі бірінші орында Қытай, немесе алдында мен естіген бойынша Үндістан бірінші орынға шықты деп естіген болатынмын, иә. Қытай, Үндістан, ақш, Индонезия, Бразилия, Пәкістан, Нигерия, Бангладеш, Ресей, Жапония, иә. Жалпы яғни негізгі бөлігі Азияда өмір сүреді, иә, қарап тұрсаңыздар халықтың. Жалпы енді одан бөлек Қазақстанды қарап жіберейік. Қазақстан мінтірі 62-ші орында. Қазақстанда халық саны 19 миллион 169 мың 550 адам дейді, яғни ол 2021 жылғы санақ бойынша, иә. Енді кеттік. Жалпы халықтың өсу қарқыны деген нәрсе бізге керек қазір. 1804 жылғы санақ бойынша 1 миллиард болған, одан кейін араға 100 жылдан астам уақыт салып 1 миллиардқа көбейген, 2 миллиард болған, 33 жылдан кейін 3 миллиард, яғни қараңыздар, уақыт қысқарып келе жатыр. Одан кейін 14 жылдан кейін 4 миллиард болған, 13 жылдан кейін тіпті бір жылдан тағы да 13 жылдан кейін 5 миллиард болған, 12 жылдан кейін 6 миллиард болған, 2011, яғни 2011 жылы 7 миллиард болған, араға 12 жыл салып, қазір 2022, иә, шамамен 11 жыл салып 8 миллиард болдық, да. Енді қазіргі таңда халық санын қысқарту деген саясатты негізге алып жатыр. Мына шығып жатқан қандай феминизм, ЛГБТ деген нәрсенің бәрі осыған тікелей байланысты нәрселер. Жалпы енді сұрақтың тікелей жауабы 2012 жылы сонда 7 миллиард халық болған екен, иә. Дұрыс жауап және аш жауабында тұр екен, иә. Енді қызықты мәліметтерді оқып кетейік. Тізімдегі бірінші екі елде, яғни Қытай мен Үндістанда әлем халқының 3/1 тұрады, 3/1-нен астам өмір сүреді. Тізімдегі алғашқы 6 елде әлемнің халқының жартысы тұрады. Алғашқы 15 елде шамамен 4/7 миллиард адам өмір сүреді. Бұл бүкіл жер халқының 3/2 бөлігі болып табылады дейді. Міне қызық, яғни осындай деректер бар екен. Демек сұрағымыздың тікелей жауабы жер бетіндегі халық саны 2012 жылы 7 миллиард. Арнаға жазылып қойыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Егер сұрақты түсініксіз жер болса, комментария қалдырып кетіңіздер, міндетті жауап беретін боламыз.